қазнасы. 24-ші бөлім. Шиланың анасын іздеп, Замбези өзенімен төмен қарай есіп, Зимбабвеге де жеттік. Тездетіп естсеңші, ескепті Луиджи. Бұл қарқынмен біз баратын жерімізге жете алмаймыз. Қалай шапшаң есем? Қанша сағаттан бері тамақтанған жоқпын. Мендегі бар болғаны мына дорбадағы тәтті бұрыш дәні. Ал, тамақ болмаса тәтті бұрыш дәнінің еш пайдасы жоқ. Луиджи дұрыс айтады. Біз шынымен жейтін тамақ табуымыз керек. Тамаша. Ана бөренеге жақындап тоқтайық. Жақсы ой емес. Неге? Себебі бөренелердің түстері бар. Күлкілі. Бөренелерде түс болмайды. Оны аналарға айт. Меніңше сөзің дұрыс секілді. Қараңдар, достар. Кет әрі. Жайма қалдыр мені, лас хайуан. Мен қолтырауын қасық болғым келмейді. Эй, қолтырауын, кел, бізді ұстап ал. Не істеп жатырсың? Ол біздің соңымыздан келеді. Ей, жоспарым бар. Ол жоспар емес. Ол ақымақтық. Луиджи, маған сенші. Тамаша, енді не, Марко? Мұны бұрын ойламадым. Секір. Мен үшін дұрыс бол. Тез, жағаға қарай жүз. Тездетіңдер. Тезірек. Тезірек. Тірі қалғың келсе жүз. Рахмет саған. Менің өмірімді құтқарып қалдың. Сенің жақсылығыңды ешқашан ұмытпаймын. Мен де. Неге? Жоспар жүзеге асты, солай емес пе? Иә, шынымен. Егер сен бізді қолтырауын жесін деп жоспарлаған болсаң. Сенің көмегің болмағанда, біз ана үшеуінің ортасына шыға алмай қалар едік. Біз? Профессор, қолтырауын кетіп қалыпты. Енді төмен түсуге болады. Байқа. Профессор, жағдайың жақсы ма? Рафузио? Сіздер профессор Рафузионы білесіздер ме? Мә саған.